Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай ванильді капкектер дайындайтын боламыз. Бұл капкектер өте дәмді болып шығады, сатылымға шалсаңыздар да болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ол үшін бөлме температурасындағы тұрған жұмсақ сары майымызды, қантымызды және ванильді қантымызды өлшеп салып аламыз. Кейін миксердің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше миксерлеп аламыз. 5 минут көлемінде жақсылап миксерлейміз. Одан кейін барып бөлме температурасында тұрған, яғни жылы жұмыртқамызды бір-бірдеп салып миксерлеп алатын боламыз. Жұмыртқа жылу болу маңызды. Тоңазытқыштан шыққан жұмыртқамызды пайдаланбаймыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай бір келкі масса шығу қажет. Енді осы массамыздың үстіне ұнымызды иліктен өткізе отыра саламыз және бір қасық қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлительді саламыз. Енді осы ұнымызбен жұмыртқаның массасын жақсылап бір келкі болғанша миксермен араластырып аламыз. Осындай қою бізде масса шығу қажет. Бір реттік мешокқа саламыз. Барлығын салып алғаннан кейін басын сәл ғана кесіп, қағаз капкектерға арналған қағаздарға салып шығамыз. Бұл менде простой түрі, бұдан да қатты түрі болады. Соған да салып жасасаңыздар болады. Осылай жартылай ғана салып шығамыз, өйткені піскен кезде масса екі есе көтеріледі. 170-180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 25-30 минут көлемінде пісіреміз. Өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіріп алатын боласыздар. Осындай жұмсақ капкектеріміз дайын болып шығады. Енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне салқын творожный сырды пайдаланатын боламыз. Творожный сырымызды өлшеп салып аламыз. Үстіне қантты ұнтақ немесе қантты салсаңыздар болады. Енді творожный сыр мен қантымызды миксерлеп араластырамыз. Кейін тоңазытқышта тұрған салқын сливкемізді үстіне құятын боламыз. Одан кейін қайтадан барлығын толық араласқанша, өз формасын ұстап тұратындай масса болғанша 3-4 минут көлемінде шайқап алатын боламыз. Осымен біздің креміміз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңызша осыны ас бояуын қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Дайын болған кремімізді бір реттік мешогымызға саламыз. Басын шамалы кесіп, видеода көріп тұрғандарыңыздай гүл қылып орналастырып шығамыз. Бетін әсемдеуі өз еріктеріңіз, өзіңіз ұнаған кез келген затпен жасасаңыздар болады. Осымен біздің капкектеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, астына жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап береміз. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар және жасаңыздар, бізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер де сіздерге рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, басқа да рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.